Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Айша. Мен бүгін YouTube каналыма видео түсірейін деп жатырмын. Яғни оның аты мен YouTubeға қалай келдім, кім себеп болды, не үшін келдім деген сұрақтарға жауап беремін. Ал сіздер болсаңыздар, босқа отырмай лайк басып келіп кетіңіздер. Видеоны бастаймын. Ең біріншісінде 7 жаста болған. Ол кезде мен Аликизе, Тока туберлерді, Меритока, Даритока оларды көп қарайтын едім. Сол кезде қатты қызығам. Олар қалай түсіреді ютубты, түсіндіріп, қалай түсіреді, қалай видео салады деп. И потом мен солай жүрген кезде 8 жасқа да толдым. И потом Аня Тока деген шықты, я. Мен сол Тока-бока түсіргім келді. Сосын менде канал пайда болған білмегенмін ғой, ондай. Өзімнің каналым болатынын білмедім ғой. Сол кезде мен өзім ютубтан іздедім, қалай андай канал ашып видеолар салуға болады деп. И сол жерден мен көп іздедім. И сосын бір күні мен бір видео салдым, оған ешқандай лайк, даже просмотр жинамады. И сосын соны түсіріп, қайтадан сериал Тока-бокадан түсіргем. Өздеріңіз білесіздер, мен Тока-бока қатты қызықтым. И вот. Содан кейін мен тағы видео салған кезде 109 просмотр болды. В шоке болған кезде кәдімгідей сыртқа секіруге қалдым ғой. Вот. Сол кезде мен Тока-боканы бастамастан бұрын менде взлом емес болған Тока-бока. И мен сол шетте қалай взлом жасады деп қатты іздедім. Ол кезде менде кішкентай телефон болды ғой. Мынандай Samsung телефон ше, мынандай. Сол шетте мен взлом жазғым келді. Сол кезде менде сол телефон өшіп қалды. И кезде даже бір подписчигіне де қуандым ғой. Сөйтіп 19-24 подписчик болды, ал қазір 51 подписчик. Вот, достар. Мен осылай ютубқа келдім. Көп ойлайтын шығар, не мұна мен осы футболкамен күнде жүресің деп. Мен кеше ғана жындым, сондықтан. Все, достар, лайк басып келіп кетемін.